Әлішер Науаи туралы 10 айғақ. Әлішер Науаидің нағашы атасы Әбу Саид ақын, ал екінші атасы Мұхаммед Әли музыкант әрі каллиграф болған. Әлішер Науаи 7 жасында Фаридиддин ат-Тордың Мантиқ-ут-Тайр шығармасын жатқа білген. Науаи түркі тіліндегі алғашқы хамсасын 2 жыл бойы жазған. Бұл шығарма әлемдегі 64 тілге аударылған. Науаи досы Құзайын мырзаның таққа отыруына байланысты 90 бәйттен тұратын Хилолия қасидасын жазған. Әлішер Науаи мемлекет қайраткері ретінде мөр иесі, уәзір, әмір-ұл-кабир және әкім болған. Әлішер Науаи өзінің жеке қоры есебінен Гератта және бүкіл Хорастан аумағында 300-ден астам құрылыстар салдырған. 2009 жылы Меркурий ғаламшарындағы кратер Әлішер Науаидің есімімен аталды. Ташкент, Самарқанд, Науаи, Ош, Баку, Токио, Шанхай, Астана секілді әлемнің көптеген қалаларында Әлішер Науаидің ескерткіштері орнатылған. Ұлы ақын Науаи деген бүркеншік атпен түркі тілінде шығармашылықпен айналысса, оның парсы тіліндегі шығармашылығы фони дейтін бүркеншік атпен танылған. Ғалымдар тарапынан Әлішер Науаиға ғазал мүлкінің сұлтаны, шырын сөздер мүлкінің сайып қыраны секілді сипаттамалар берілген.